Implant қойдырғаннан кейін не істеу керек? Implant қойдырғаннан кейін бірінші суткіде өзінің керекті дәрісін ішіп, ауызы шайқатуға болмайды. Ал екінші суткіден кейін доктордың жазған дәрілерін өз уақытында ішіп, ауыз шайқайтыларын шайқатып, өзіңізге жақсы қарауыңыз керек. Бір хапта өткеннен соң, бұл тіккен сабақларымыз босайды, сол сабақларды қаратып келіп алдырсаңыз болады. Уже бір айлықта бұл полный оживление дейді, біту дәуірі болады, но 2,5 айдан кейін уже импланттың үстіне ортопедия, яғни айтқанса тіс салдыруға қалып алдырсаңыз болады. Бұл жерде ең мұхим мәселе бұл импланттың самый главный дейді орысша. Бірінші мәселеміз бұл гигиенаға толық бойсыну керек. Ал егер сізге толық информация, жақсы имплант қойдыру керек болса, сіз бізге хабарласың, біз сізге қызмет көрсетеміз.